başlaymiz. Bugün bizde sanlar jıyının kuru және жіктеу 57-ci sabak. Ең алдымен бәріміз қолмен айтайық. Психологиялық ахуал орнатамыз. Bir, айтайықшы. 1, 2, 3. Сынып үшін дүркініп, жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Жарайсыңдар, отыралық. Сандар жиыны дегеніміз не екен? Сандар жиыны дегеніміз элементтері сандар болатын жиын. Сандар жиыны дегеніміз элементтері сандар болатын жиын. Яғни құрамында сандар бар жиын. Мына жерде қарайық, мысалы сандар ішінде, жиынның ішінде. Ал сыртында нелер тұр? Қандай әріп тұр? С әріпі тұр. Сондықтан оны біз не істейміз? Жиынға жатқыза алмаймыз, я? Ішінде С әріпі, құрамында С әріпі болғандықтан ол бізде сандар жиыны болып саналмайды. Сандар жиыны дегеніміз тек қана сандардан тұратын жиындар. Түсінікті ғой, я? Бүгінгі күнді жазамыз. Дәптерімізге жазып алайық. Жазауы. Ең бірінші жиын элементтерін атап алайық. Көгеністер жиынына бізде не жатады? Көгеністер айтып шығайықшы. Көгеністер. Сәбіз, тағы. Пияз, тағы. Алма. Қияр. Капуста, помидор. Огурец айтты. Алмұрт ол бізде көгеністер жеміз. Болды, я. Енді тағандар жиынын айтайық. Тағандар, тамақтар. Тамақтар, тамақ. Енді болды. Енді жемістер жиынын айтамыз. Арбуз көгеніске жатыр. Жүзім, молодец. Енді сусындар жиыны. Сусындар жиындар. Ал үй құстары. Үйде бізде қандай құстар бар? Қаз бар, үйрек бар, тағы қандай құстар бар? Бүркітті үйде ұстаймыз ба? Иә. Пингвин бізде үйде балапан, тауықтар. Иә, енді аңдар, жабайы аңдар жиынын айтайықшы. Сол сияқты сандардың да тек сандардан құралған жиынды біз сандар жиыны деп айтамыз. Ішінде ешқандай әріп жоқ. Түсінікті ғой, иә? Енді ары қарай біз үшінші есепті қарайықшы, үшінші есепке. Диаграммаларды салыстыр дейді. Не байқадың дейді. Мына жерде не байқадық, мына жерде не байқадық. Бұл сандар жиыны деп аттай аламыз ба? Қайсы? Үшінші есепте. Сандар жиыны деп. Сандар жиыны деп айтай алмаймыз. Себебі неге? Үлкен әріп тұр. Құрамында әріптер тұр. Дұрыс айтасыңдар. М және К жиындарын қалай атауға болады дейді. Қалай атауға болады? Сандар жиыны деп атауға болады. Ішінде өйткені сандар бар. Ішіндегісін біз сандар жиыны деп айтамыз. Ал сыртында әріп болғандықтан оны сандар жиынына жатқыза алмаймыз. Енді төртінші есепке қараймыз. Т 13-тен кем 2 таңбалы сан. Т 13-тен кем 2 таңбалы жиыны. Қалай жазамыз оны? Қараңдар, міне. Бұлай біз бір жиын сызық аламыз. Оған Т деп ат қоямыз. Енді оның ішінде 13-тен кем сандар жиыны дейді. Сонда қандай сандар жазамыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мынау енді бізде сандар жиыны ма? Ішінде әріптер бар ма? Жоқ. Сандар жиыны деп айта аламыз ба? Жоқ. Айта аламыз ғой. Т жиыны. Т жиыны. Немесе қандай жиын деп айтамыз? Мына жиын. Жоқ, сандар жиыны. Тек құрамында сандар. Ал мына жерге А қойып қояр. Бұл сандар жиыны деп айта аламыз ба? Жоқ. Неге? Үлкен әріп. Иә, ішінде әріп тұр, иә. Сондықтан бұны тек
сандар жиыны деп атай алмаймыз. Енді дәл осы енді о жиынын құрастырайық. О жиынын бізге құрастыруға кім шығар? О жиыны. Келе ғой, Жаня. О жиында айтады, 15-тен кем 2 таңбалы сандар дейді. Кем 2 таңбалы бірақ. 15-тен аз, бірақ 2 таңбалы. Я, 10, тағы қандай бар? 12, я, дұрыс. 11, 13, және тағы бір сан бар. Я, аны жазбай-ақ қой. 14, әне. Жанянікі дұрыс па? Біз оны айта аламыз ба? О жиыны немесе қандай жиын? Сандар жиыны. 15-тен кем ба барлығы? 9. Содан кейін қарға, бозторғай, қыран, содан кейін бүркіт, жиыны қызғалдақ, роза, сосын білмеймін. Сарғалдақ. Қыздарды білем. Роза, қызғалдақ, тюльпан, жасмин, ландышы, подсолнухи, содан кейін Шымкент, Тараз, Ақтөбе, Алматы, Астана, Павлодар, Қызылорда. Шымкент айттым, иә? Атырау, Орал. Так, бізде енді көрсетіп қалалар жиыны, құстар жиынын, гүлдер жиынын айтқан бізде. Қалалар жиынын айтқан Досжан, Дінмұхамед, Заңғар, жарайсыңдар. Сосын бізде Раяна. Жарайсың Раяна. Так, енді келесі бізде 6-шы есеп балар. 6-шы есептен теңдеуге шық дейді. Мұхаммед Али шығады. Қалғанымыз отырамыз. Дәптенге бірінші орындаған адамға да бал көбейтемін. Мен бірінші орын. Иә, жарайсың. Үшінші жүрген орындайым. Апай, мен қоймеймін. Дәптерді жарамыз бар біз сосын. Мен екіншісін жарам. Мен біріншісін Апай, төрт емес қой. Иә, 5 деп бар. Жоқ, 6 қой, иә? 6-шы есеп. Апай, онда мен арғы бетіндегі бесінші есепке мен шығым арғы бетіндегі. Жарайды, орындай ма? Бірінші тәттеліне орындаймыз. Мен жүрдім. Қандай есеп? Аға жартын жоғын, екіншінің аға жартын. Апай, болды. Так, бізде 74-тен аламыз 35 дейді. 49. 49 бола ма точно? Баған қандай жазып көрмейміз ба? Қараңыз, 74-тен Апай, 39-ды. Мына жерге жетпейді ғой, иә? Сол үшін біз сұраймыз. Қанша болады? 5. 5. Мына жерде бізде 6 қалды. Мұхаммеджан айтып қойын, 39. 25. Ой. Апай, болды. Жоқ, біз 49 емес, 35 табу керек. 49. Қанша болады? 9. Апай, Мына жер 6 қалды. 6-дан 3 қалса? апай, номер ма? Тура ма? Тура.
Екеу, үшеу, үштінде бар. Анау тура Сен кітаптан алып Анау Данияға қарадым. жарайды, ештеңе етпейді. Келе тексерем. Мен істеп жатырмын. Ой. Анaliz olsa dedim nasıl? Так, 45. Нам 45 bola mı ki? Karar. 74'ten, çok 74'ten 35 daha aramız olur. 45. Gördük bunu. 90. Жарайсың, жарайсың. Я әрине қазір. Бәрі бітсін. Я оны найдым. Апай, мен екеуін көтердім. Нешесі апай болды? Екеуін көтердім. Мен екеуіне көтердім. Болды, бұдан кейін тексермеймін. Aha, otra. 70 tapsırmayı aydak. Tinoş! Men aytdim, apay olmadı. 70 tapsırmada aytadi. A және B жиындарын ата. Осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді жаз дейді. Бұны әркім өзі дәптеріне орындайды. Яғни әріптерді бөлек, рең цифрларын бөлек және де сандарды бөлек жиынға құрастырамыз. Білесіңдер ғой, жаңа айттым. Так, Данэлия. Бүгінгі эмоцияңызды, бүгінгі көңіл-күйіңізді, қандай сабақ түсініксіз болды, қай есеп түсініксіз болды. Сол нәрсені қаз барам. Я сурет салсам болады. Немесе жазсаң болады. Бүгінгі сабақ маған ұнады.